Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая. Бүгін банан пай пирогын жасайтын боламыз. Өте керемет, дәмі аузыңызда ериді. Ол үшін бізге қант ұнтағымен немесе қант қоссаңыз да болады. 60 грамм қантқа 100 грамм сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Егер миксер болмаса, қолмен жақсылап араластырып, езіп майда аламыз. Менің жасап жатқан видеомдағы банан пай ол 3 банан пай шығатын болғандықтан массасы 2 есеге көп. Ал егер сіздер біреу жасайтын болсаңыздар, описанияға және видеоға қанша грамм кететінін жазып қойдым. Осылай майды жақсылап қант ұнтағымен езіп алған кезінде жұмыртқаның сарысын қосып жақсылап араластырамыз. Осы кезінде жақсы електен өткен ұнды қосамыз. Өйткені ұнды електен өткізген кезінде ол ауа араласып өте жақсы көтерілетін болады. Жақсылап осылай қолдың көмегімен араластырып аламыз. Яғни бұл өте жұмсақ, нәзік қамыр болады. Ұнның бір банан пай жасау үшін 180 грамм ұн қосамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Өте нәзік қамыр болады. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай формаға осылай жағастырып салып жатырмын. Бөлшектерін жасап, жан-жағын барлығын тығыз жабыстырамыз. Менде көріп тұрғандарыңыздай менде 3 банан пай шықты. Яғни сіздер екеу жасайтын болсаңыздар, граммдарын 2 есе үлкейте бересіздер. Яғни осылай тесіп шығамыз, өйткені печкада ісіп кетпес. 180 градуста 20 минутта піседі. Және осындай сгущенка, қандай сгущенка қолданамыз деп, яғни ыстыққа төзімді деп, әрі дәмі өте керемет болады. Және бізге 1,5 немесе 1 банан қажет болады. Осылай вареный сгущенкамызды біздің астында болып тұрған тартымызға жақсылап жағып шығамыз. Көп қоссаңыз тым тәтті болып кетеді. Осылай жарты депті қоссаңыз да өте жақсы болады. Бананды жақсылап ыңғайлы осылай әдемілеп қойып шығамыз. Енді оның бетіне крем жасау үшін мен натуральный сливки қолдандым. Яғни 33% жоғары сливкиді қант ұнтағымен осылай керемет өзінің массасын ұстап тұратындай осындай крем болып шығады. Енді оны өздеріңіз қалаған насадкаға салып салсаңыздар болады. Мен пай насадкасымен салдым. Гүлді қылсаңыз да өз еркілеріңізде. Не осындай керемет болып шықты. Осы бетін толық жауып шығамыз. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Міне әдем болып шықты. Енді осы пирогымызды мен какао ұнтағымен сәндеп қоямын. Менде какао ұнтағы малайзиялық натуральный, яғни табиғи, өте керемет иісі, дәмі какао. Ас болсын, жасап көріңіздер.